Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен Forever компаниясының Натурмин деген продукциясымен танысатын боламыз. Бұл организм үшін өте қажетті негізгі макро-микроэлементтердің көзі. Ішінде 180 таблетка болады, продукция халал, сонымен қатар өте сапалы, Америкада өндірілген. Натурминнің сіңімділігі организмде өте жоғары болу мақсатында теңіз капустасынан теңіз шаяны және басқа да теңізде тіршілік ететін өсімдіктер мен жануарлардан алған. Адам организмінде 4% минералдардан тұратындықтан оларды үнемі тамақ арқылы түсіріп орын толтырып отыру маңызды. Айта кететін нәрсе, біздің ағзамызда минералдар өздігінен өндірілмейді. Осындай уақытта сырттан минералдар түсірген кезде ең басты назар аударатын нәрсе ол өзара баланстың болуы. Оны қалай түсіндіреміз? Мысалға алатын болсақ, тек қана кальцийді қабылдайтын болса, ол кальций организмнен магнийді сыртқа шығарып жіберуі мүмкін. Сондықтан да кальцийді қабылдаған кезде оның қасында плюс магнийдің бірге жүруі маңызды. Forever компаниясы шығарған макро-микроэлементтерден құралған бұл Натурмин продукциясының құрамындағы әрбір минералдар белгілі бір балансты сақтай отырып жасалынған. Яғни ішке енгеннен кейін басқа элементтердің сыртқа шығарылып кетуіне немесе азайып кетуіне әсер етпейтіндей қылып жасалынған. Сонымен қатар бұл минералдардың жақсы сіңуі үшін біздің ағзамызда амин қышқылдары жеткілікті дәрежеде болуы тиіс. Мысалға айта кететін болсақ, кальцийдің сіңуі үшін лизин деген амин қышқылы қажет. Бұл амин қышқылы болмаса, кальций дұрыс сіңбейді. Сондықтан да Натурмин құрамындағы минералдар жақсы сіңуі үшін алоэ вера гелімен қосып ішуге кеңес беремін. Себебі бұл гельдің құрамында минералдардың сіңуіне қажетті көптеген амин қышқылдары бар. Енді әрбір макро-микроэлементтер жетіспеген кезде организмде қандай белгілер болатынына тоқталып өтейін. Мысалға алатын болсақ, егер де организмге кальций жетіспейтін болса, адамда ашуланшақтық, бұлшық еттерде судороги болуы мүмкін, тырнақ сынғыштығы, экзема, сүйек буын аурулары, тісте жиі кариес болуы, рахит, аяқ-қолдың ұйып жансызданып қалуы болады. Сондықтан да, бірақ бір ескере кететін нәрсе, егер де кальцийді қабылдайтын болса, міндетті түрде қасында магнийдің және фосфордың балансын сақтап отырып ішу керек. Иод бұл кез келген адамға қажетті, қалқанша безінің жұмысын реттеп отыратын, көмірсу, май алмасуына қатыса отырып, Базедов ауруы мен сүт безі рагының алдын алу үшін қажет. Сонымен қатар жүкті әйелдерге ішіндегі баланың ұрықтың дұрыс дамуына, физикалық және ақыл есінің дұрыс қалыптасуына өте қажет элемент болып саналады. Темір бұл бізде қандағы эритроциттердің түзілуін реттейді, гемоглобин құрамына кіре отырып, оттек тасымалдауына қатысады. Егер де темір жетіспейтін болса, анемия, иммунитеттің төмен түсуі, тез шаршағыштық, бас айналу, шаштың түсуі, шаш және тырнақ сынғыштығы болады. Осы жерде айта кететін нәрсе, темірді қабылдағаннан кейін оның сіңімділігін жоғарылату үшін организмге міндетті түрде витамин С қажет. Витамин С-ның көзі ретінде иммублентті айтуымызға болады, оның ішінде витамин С бар. Сонымен қатар кальцийдің сіңірілуін жақсартатын D3 дәрумені бар. Витамин С темірдің сіңімділігін 30%-ға дейін арттырады. Осы иммубленттің құрамындағы витамин С-ны ішуге болады, немесе абсорбентті қабылдай отырып темірдің сіңімділігін арттыруға болады. Келесі Натурминнің құрамында кездесетін магний жайлы айтайық. Магний ол орталық жүйке жүйесінің қызметін реттеп отырады. Егер де магний жетіспейтін болса, артериалды қан қысымы жоғарылайды, жүрек аурулары пайда болады, депрессия қылады. Сонымен қатар организмдегі pH балансты бұза отырып, гастрит, язваға келуі мүмкін. Магний қабылдау арқылы бүйрек және өт жолдарында тас жиналудың алдын алуға болады. Осы жерде айта кеткім келіп отыр, құрамында какаосы бар заттарды көп қабылдайтын болса, онда ол организмдегі магнийдің деңгейін төмендетеді, сіңірілуін нашарлатады. Ал марганецке келетін болсақ, марганец ол май, белок алмасуына қатысады, қандағы қант деңгейін реттейді. Сонымен қатар жүктілік кезінде ұрықтануға қатысатын маңызды элементтердің бірі. Емізулі әйелдерде сүт өндірілуін реттеп, Е витамині мен тиаминнің сіңірілуіне қатысады. Сонымен қатар буын жеміршек жүйесіне қажетті клеткалардың өндірілуін ынталандырып, иммунитетті көтереді және қан клеткаларын белсендіреді. Мыс жайлы айтатын болсақ, ол қабынуға қарсы катехоламиндердің өндірілуін жоғарылатады, эритроциттердің өндірілуіне қатысады, организм үшін керемет антиоксидант, яғни
бос радикалдардың біздің ағзамызға зиян келтіруінің алдын алады. Сонымен қатар витамин С цинкпен қосыла отырып терінің пигментациясын реттейді. Енді цинк жайлы айтатын болсақ, цинк гормондардың алмасуына, май, белок, көмірсу алмасуын реттейтін маңызды элемент болып саналады. Ол әсіресе сперматозоидтардың клеткалық деңгейде, яғни мембранасының берік болып қалыптасуына, олардың ұрықтандыруға белсенді қатысуына көмектеседі. Кімдерде, мысалы, ер адамдарда белгілі бір аумақтарында шаш түсіп қалса, сонымен қатар ер адамдарда предстательная железаның аденомасы болатын болса, ол да цинктің жетіспеушілігінен болады. Жалпы цинк организмде көптеген процестерге қатысады. Тері аурулары болса, тері ауруларының тезірек қалпына келуін, сонымен қатар операциядан кейін реабилитация үшінде цинктің маңызы зор. Маңызды антиоксиданттардың бірі глутатион пероксидазы үшін селен деген элемент бар. Ол бізде ісік ауруларының алдын алуға, әсіресе сүт безі рактарының алдын алу үшін қажет. Ұйқы безінің қызметін, сонымен қатар терінің эластикалығын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі. Хром, яғни пикалинат хромы, бұл бізде организмде артық майлардың қалыптасуының алдын алады. Яғни қазіргі кезде неліктен семіздік көп десеңіздер, көп адамдарда семіздік кездесуінің себебі осы хромның жетіспеушілігіне байланысты. Жалпы натурминнің құрамында осындай маңызды атап өткен элементтер бар. Сондықтан да күнделікті оларды организмге түсіріп отыру керек. Оны енді қалай береміз десеңіздер, егер кішкентай балаларға беру керек болса, онда осылай ұнтақтап беруге болады. Ал ересек адамдар өзінің салмағына, кішкентай балалардың салмағына сәйкес күнделікті таблетка түрінде қабылдауға болады. Макро-микро элементтер жөнінде, жалпы натурминнің маңыздылығы жөнінде біраз ақпарат айттым. Егер де сіздерде сұрақтар болатын болса, комментарийға жаза кетіңіз. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын.